Сәлем достар, мен бүгін сіздермен фрез мясом жасайтын боламын. Ол үшін бірінші етті турап алып, соевый сосқа бір жарты сағатқа қойып қоямыз, жеткілікті. Содан кейін ол жарты сағатта дайын болам дегенше картошкамды аршып, солонкаға турап, үстіне 2 қасықтай үлкен қасықпен тұзды септім да, біраз уақытқа қойып қойдым. Сонда ол тұздың картошканың крахмалдары бәрі сулы болып шығады. Соны төгіп тастап, қызып тұрған майға фримді картошкамды пісіре бердім. Нағыз тура кафедегідей фри болды. Одан күшті болды даже. Домашний күшті ғой бәрібірде. Сөйтіп етімді қуырып қойдым. Етімді ұзақ қуырам, себебі менде жылқының еті, ол жұмсақ болып пісу үшін ұзақ пісу керек. Дайын болып қалған сияқты. Енді перецтерімді турап, цветофор перецтерді қостым и полугорький перецтен де қостым, дәм берсін, кішкене ашты дәм берсін деп. Көк пияз қостым. Соның бәрін уже пісіп тұрған етіммен 10 минуттай қуырып алам. Одан көп қуырмаймын ұзақ перецті. Өйткені бәрі езіліп кетеді. Кішкене солай аз қуырсақ перецтерді әдемі болып тұрады. Тұзымды, бұршымды қостым. Бәрі өз қалауларыңыз бойынша. Содан кейін дайын тұрған фримен араластырдым да тарелкаларына салып бердім. Өте күшті болды бәрі. Дәмді болды. Жасап көріңіздер.